Адам кейде жаңалық оқып отырып, бұл шын өмірде болуы мүмкін емес деп ойлайды. Бірақ өкінішке қарай бұл ойдан шығарылған әңгіме емес. Атырау облысында бір отбасы түгелдей жоғалып кетті. Үйі бар, заттары бар, ал өздері жоқ. Арада уақыт өтті. Жақында сол отбасының 2 мүшесі өлі табылды деген ақпарат шықты. Енді ең ауыр сұрақ: қалғандары қайда? Бүгін біз осы оқиғаны асықпай сабырмен басынан бастап соңына дейін талдап шығамыз. Бұл отбасы Атырау облысының ауылдық жерінде тұрған қарапайым адамдар. Елден ерек байда емес, жұрттан бөлек танымал да емес. Бір күні олар байланысқа шықпай қалады. Алғашында туыстар ауылда жүрген шығар, телефоны сөндірулі шығар деп ойлады. Бірақ күндер өтеді, апта өтеді, хабар жоқ. Сол кезде ғана жақындары алаңдай бастайды. Полицияға арыз түсіреді. Ең қызығы, отбасының үйі орнында. Өртеніп кетпеген, су баспаған, ұрлық та байқалмайды. Күнделікті өмірдің ізі қалған, бірақ адамдар жоқ. Мұндай жағдайда тергеушілер бірден бірнеше нұсқаны қарайды. Өз еркімен кету, қылмыс, жазатайым жағдай. Бірақ бұл жерде ешбір нұсқа толық сәйкес келмейді. Біраз уақыт өткен соң ең ауыр хабар шығады. Отбасының 2 мүшесінің мәйіті табылғаны туралы ақпарат тарайды. Бұл жаңалық елді дүр сілкіндірді. Себебі енді бұл жай жоғалу емес, бұл қылмыстық іс. Тергеу адам өлтіру бабымен қозғалды. Бірақ дәл осы сәттен бастап сұрақтар одан сайын көбейді. Егер 2 адам табылса, қалғандар қайда? Тірі ме әлде? Бұл сұраққа қазір ешкім нақты жауап бере алмай отыр. Полиция іздестіруді жалғастырып жатыр. Бірақ уақыт өткен сайын үміт пен қорқыныш қатар өседі. Бұл оқиға неге халықты қатты алаңдатты? Себебі бұл кез келген отбасының басына түсуі мүмкін жағдай. Ауыл, тыныш өмір. Бірақ бір күнде бәрі өзгеруі мүмкін екенін көрсетті. Қазір бізде нақты бір ғана шындық бар. Бір отбасы жоғалды. 2-і өлі табылды. Қалғандарының тағдыры белгісіз. Қалғанының бәрі тергеудің еншісінде. Бізге тек әділдік орнауын тілеу ғана қалады. Егер сен бұл видеоны көріп отырсаң, жақындарыңның қадірін біл. Себебі бір күнде бәрі өзгеруі мүмкін. Алла бәрімізді мұндай сынақтан сақтасын. Видеоны соңына дейін көргендерге айтарым рахмет. Пікірге кіріп, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар.